Көгерген жерді қалай кетіруге болады? Әркімнің өмірінде бір рет болса да тайғанап құлап, не бір жерге ұрынып, аяқ-қолын көгертіп алған кездер болған. Ауыртып алған жеріңіз көрінетін болса, оны тезірек кетіру сұрағы туындайды. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жаралар не үшін көгереді? Гематомалар, яғни көгерген жерлер, майда тамырлардың үзілуі нәтижесінде қанның тері маңына жиналуы, қаншалықты қатты көгеруі ағып үлгерген қан мен теріге байланысты болады. Жазылу барысында көгерген жер түсін өзгертуі мүмкін. Көгерген жерді қалай емдейді? Көгерген жер лейкоцит жасушаларының пигменттерді жойған кезде ғана жазылады. Сондықтан көгерген жерді өзіңіз бір сәтте емдей алмайсыз. Алайда дереу қабылданған шаралар көмектесіп, көгерген жердің кетуін тездете алады. Ұрып алған жеріңізге бірден суық басыңыз. Мұз кесектерін матаға орап ауырған жерге басқанда жараланған қан тамырлары жиырылып, қанның ағуына бермейді. Мұзды 10-15 минут бойы ұстаңыз, бірақ мұзды ашық теріге баспаңыз. Тері тым суып, мұздап кетуі мүмкін. Келесі шараларды жараланған жердің ісігі өткен кезде бір күннен кейін жасау керек. Қан ағып лейкоциттер жараға дейін жету үшін көгерген жерге жылы бассаңыз болады. Бірақ көгерген жеріңіз бетті болса, жылытпаған жөн. Егер көгергеннен кейін бір күннен астам уақыт өтсе, көгеруді қалай кетіруге болады? Әдетте 24 сағаттан кейін көгеру пайда болады. Көгерген жердегі қан қараңғыланып, тері арқылы көк, күлгін немесе жасылдау реңкпен жарқырайды. Енді басты міндет гематоманың резорбциясын жеделдету. Бұған қол жеткізудің ең оңай жолы жылу. Жылы компресстер өзін жақсы дәлелдеді. Яғни көгерген жерге жылыту жастықшасын немесе жылы сумен суланған шүберекті қолдануға болады. Сондай-ақ жылыту әсері бар кремдер, құрамында бодиага бар. Емделу процесін тездету үшін С және К дәрумендерін қабылдасаңыз болады. Қызыл түсті жеміс-жидектер көптеп жеңіз. Көгерген жерді емдеудің ең танымал құралдарының бірі бодиага шөбі. Дәріханада сатылатын бұл шөптің ұнтағына 2:1 қатынасында су қосыңыз. Емдік ботқаны көгерген жерге жағып, толықтай кепкенін күтіңіз. Артынан сумен жуып жіберіңіз. Есіңізде болсын, бодиага шөбін бет пен көз маңына жақпаңыз. Бұл дерматит не аллергия қоздыруы мүмкін. Ол аяқтағы көгерулерден қырмызы, календула тұнбасы құтқара алады. Оны көгерген жерге жағу керек. Сондай-ақ ақжелкен, петрушка ұнтақталған жапырақтарына су қосып, ботқаны жараға жақса болады. Тағы бір қолжетімді дауа көгерген жерге йод жағу. Тұз компресі де көгерудің кетуін тездете алады. Кейбір адамдар қолдарына инъекциядан кейін көгеруі мүмкін. Мұндай жағдайларда тұзды ерітіндіні пайдалану ұсынылады. Оны дайындау үшін 100 грамм суға 10 грамм тұз мөлшерінде судағы тұзды сұйылту керек. Жұмсақ матаны тұзды ерітіндімен сулаңыз. Оны көгерген жерге жағып, серпімді таңғышпен бекітіңіз. Достар, видео сіздер үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.